Бастайық. Ассаламағалейкум, құрметті алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар. Бүгін міне мен тақырыбын бір ай бұрын тапсырма түскен қандастар туралы айтатын. Мен қазақ десе қабырғам қайысады деп қысқа қайырдым аты. Сол осыны қысқаша оқып берейін. 1991 жылдың желтоқсан айының 16 жұлдызы Қазақстан өз тәуелсіздігіне қол жеткізгенде шетелдегі қазақтардың көркін аспанға атып қуанғанына көрсеңізші, шіркін-ай, көз жасына ерік бергендерді көзіміз көрді. Ол қуанышты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Қазақстанның ішіндегі қазақ тәуелсіздікті сезіну былай тұрсын түсінбеді десек артық айтқандық болмас. Өйткені іште жүрді. Өйткені 70 жыл Ресей тепкісінен есеңгіреп шыққан қазақ елінде, тәуелсіз елде өмір сүрген бірде-бір адам болмады. Бәрі Мәскеудің айтқанынан шыға алмайтын, құлдық санадан арылмайтын элита болды. Сол кезде Израиль еврейлерді, Германия немістерді шақыртып жатқан кез еді. Өз беделін көтеру үшін Назарбаев шеттегі қазақтарды атажұртқа шақыра бастады. Бастапқыда әжептәуір квота тағайындалғанмен қаржылай көмектескені рас, әрі қарай сейіл құмшақтанып барып жоқ болды. Әсіресе Өзбекстаннан, Қытайдан, Монғолиядан үдіре қоныс аударғандардың қатары қалың болды. Ресейден, Ираннан, Ауғанстаннан сирек көшті. Түркиядан біраз отбасы көшіп келгенмен, іле-шала қайдадан Түркияға көшіп кетті. Себебі Қазақстанда қарапайым адамдармен жылы қабақпен қарсы алудан бастап, шығарып салу қағидалары қалыптаспағандығын көргенде, бетін басып көңілдері қалды. Қайда барса орысша сөйлейтін, орысты құдайдай көретін қандастарды көріп тіпті түңілді. Қазіргі таңда дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының басшысы Зауытбек Түсіпбек мырза түк істеп отырған жоқтығы айдананың күніне жарық дүние. Өткен жылдары Қытайдағы лагерден қашып келген Сайрагүл Сауытбайды түрмеге қамап артынан Швецияға қаңғыртып жібергенін көзіміз көріп отыр. Оның артынан Қытайда лагерлерінен қашып келген қастер мен мұрагерді азаматтық бере алмай сасқан қандай бауырмалдыққа жатқызамыз. Одан да басқа қаншама қандастар ықтияр хатпен азаматтық ала алмай сарсаңға батты. 6 айдан бері Алматыдағы Қытай консулствосының алдында аналарымыз туған туыс бауырларына араша сұрап қасқиып тұрған біздің билік білсе де білмегенсіп отыр. Сондықтан жоғарыдағы жағдайларды ескере отырып, ұлттық мүдде қорғау мүшелері атынан Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу жариялаймыз. Бірінші, ең алдымен Қытайдағы түзету лагерлерінде жазықсыз жапа шегіп отырған қазақтарды тез арада босатып, өз отбасыларымен қауышуларын талап етеміз. Екіншіден, ықтияр хатпен жылдар бойы азаматтық ала алмай, азапқа қалған бауырларымызға сармайдай сақтаған Қазақстан Республикасының азаматтығын тез арада беруді талап етеміз. Үшіншіден, шетелден екі өкпесін қолына алып келген бауырларымызға қаржылай квота тағайындау, жоғарғы оқу орындарына тегін гранттар беру, мектепке орналасуын жеңілдету, жұмыспен қамтамасыз ету деген сияқты жеңілдіктерді қарастыру қажет деп ойлаймыз. Енді әрине бұның барлығын біз бастан өткізгеннен кейін бізге оң жапасымызға келеді. Кезінде өзімізді көшіп келген 2005 жылы, бұл кезде көші-қон қарқынды квота тағайындап, қарқынды оның арасында тіпті бүкіл дүние жүзінен көшіп келген қазақтардың арасында болдық. Сол кезде оның төрайымы Алтынша Жағанова болды. Енді ол кездегі құжат тағайындап, ана бастықтың алдына кіру деген оның бәрін бұл жерде айтып отырған қажет жоқ шығар деп ойлаймын. Басымыздан өтті енді. Одан тыс моральдық тұрғысынан біресе өз бауырын өкпесін алып келген кезде біресе оралман деді, біресе өлерман деді, аралман деді, өзбек деді, Қытайдан келсең Қытай дейді, Монғолия десең Монғол дейді. Әйтеуір осының барлығын басынан өткізген кезде әй шіркін-ай, бұдан келгеннен келмей-ақ қойған дұрыс еді деп. Одан тыс келген кезіңде сен мен қазақпын деп ана жақта екінің бірі қозоқ дейтін еді, мына жерге келсең оралман өзбек дейді. Мен кейде ойлаймын да өз-өзіме сұрақ беремін, мен жалпы кіммін деп та. Қиын сұрақта ол адам, енді бұл менің тағдырым, мен сияқты қаншама бауырлар бар да жан-жақта. Бұл біздің арғы бетте қалып кеткен, шекара қызылсыздықтың арғы бетінде қалып кеткен қаншама қазақтың зұлмат замандарда ата-бабасы ғасырлар бойы сол жерде қазақтан басқа ұлт тұрған жоқ. Біздің ауылда тіпті Қазақстан қазіргі көзінің önінде 21 ғасыр, 2021 жылы Қазақстанда біздің ауылдағыдай бір облыс, Әлишер Науаи облысында 3 миллионға жуық қазақ бар. Тұтас бір ауылда. Ондай облыс Қазақстан территориясында жоқ. Алматының ең көп Алматының өзінде 2,5 миллион ба келіп кеткен адамдармен қосқан. Оның өзінде де қаншама өзге ұлт өкілдері арасында көріп жүр. Тұтас тұнып тұрған қаймақ бұзылмаған қазақты қазір
мында келді, қара жартысын қалып кетті, ана жақта бауырларымыз бар, енді келесі мына жерге келген кезде сен ықтияр қатпен жүреді, оны жылдар бойы азаматтық ала алмайды, сарсаңға түседі, анда барады, мында барады, жұмысын тиянақ жұмыс алмайды. Мен сияқты офицерлерге, мысалы, мен Өзбекстанда қызмет істедім, шекарада. Мына жерге келіп құжаттарды барып тапсырғанмен әлі күнге дейін мен пенсиямды бермейді. Себебі арқа Өзбекстанда қызмет істедім, бізге бір қол үшін. А жұмыс қал десең алмайды. Анда кел, ертең кел, ана кел. Мақсаты сөйтсем қаржы дәметеді екен. Бұл жерде қаржысыз ұлттық қауіпсіздік қызметіне, шекара қызметіне, ішкі істер министрлігіне оны айдан анық, оны бәрі білесіздер, іштеріңіз біледі, бірақ сырттан айта алмайсыздар. Ертең кел, мен 10 жыл арпалыстым, ақыры сонда қолымды бір сілтедім. Уақыт жасым өтіп кетті, 40-тан асып кеттім. Ал ол кезде мен 28-де едім. Енді айта берсең сөздің 90 сөздің тобықтан сүйіні, жалпы келсең сан проблемаға соқтығасында. Ал енді тап біздер секілді Израильде Тель-Авивтен әуежайдан түсіп, мен евреймін деп қолын көтерсең, бір күнде сенің балаңды жұмысқа орналастырады, оқуға, мектепке, сенің жұмыспен қамтамасыз кім болып жұмыс істегенсің, сөйтеді 6 айға иврит тілін үйретуге арнайы мектепке жібереді. Бүкіл барлығыңыз сол жерде тілді үйренесің бірінші. Тілсіз шаруа бітпейді. Сол жібереді екен. Германия өзінің мына жерінде кеше Сайлау Батыршұлының Егемен Қазақстан газеті не шықты, ақпарат. Германия өзінің 5 миллион немісті дүниежүзінен жинап алыпты. Израиль 2 миллион 200. Қазақстан осынша 30 жылдың аясында 880 мың адам ғана жинапты. Енді осы 30 жылдың ішінде өсіп өніп, енді қазір Назарбаев айтып жүр ғой, 1 миллионға жуық халық көшіп кетті деп. Енді осылай қазіргі жағдай. Енді көріп отырғаныңыздай келесі сөзді Қытай Халық Республикасынан көшіп